Үшінші есеп бізде тізбекке байланысты есеп, бірақ та ол арифметикалық прогрессия және геометриялық прогрессия емес. Ол осындай a-ның n дәрежесі түріндегі болатын мүшені біз табу керекпіз. Байқасақ бізде бір саны бар, 3, 7, 15. Егер біз анықтап ойланып қарасақ, 3 дегеніміз ол 4 азайтылған 1. 7 дегеніміз ол 8 азайтылған 1. 15 дегеніміз, яғни 16 азайтылған 1. Және 1 дегеніміз ол 2 азайтылған 1. Яғни бізде әрдайым 2-ның қандай да бір дәрежесі болады, және біз одан 1 деген санды алып тастаймыз. Бірінші мүше, яғни 2-ның 1 дәрежесі, 4 дегеніміз ол екінші түр, яғни ол 2-ның квадраты, үшінші сан ол 2-ның кубы. Яғни байқасақ бізде келесі формула болып шыға келеді. 2-ның n дәрежесі азайтылған 1. Енді орнына қойып көріңіз, осы теңдік орындалады. Бірінші мүше дегеніміз 2 азайтылған 1, екінші мүше дегеніміз 2-ның квадраты 4 азайтылған 1, үшінші мүше тең болады 8 азайтылған 1, тағы сол сияқты. Енді бізде сұрақ тізбектің 7-ші мүшесін табыңыз. Яғни біз осы тізбекке қарап оның жалпы формуласын анықтай алсақ, есепті оп-оңай шығара аламыз. a-ның 7 дәрежесі дегеніміз, 7-ші мүшесі дегеніміз 2-ның 7 дәрежесі азайтылған 1. 2-ның 7 дәрежесі дегеніміз ол 128. Оны азайтсақ 1-ден тең болады 127. Яғни бізде С деген жауап бар. Төртінші есеп ол таза логикаға байланысты есеп. Қандай да бір пойыздың жолаушылары 30 маусым күні сағат 22:45 минуттан шығыпты. Павлодарға 1 шілде күні 6 сағат 50 минутта келген. Яғни біз білу керекпіз. Маусым бізде 30 күнмен аяқталады, және бізде яғни 31 күн жоқ. Мысалы, сағат 22:45-тен бастап 24:00-ге дейін бізде 1 сағат 15 минут бар. Сағат, минут. Яғни 31 маусым деген күн жоқ, 1 шілде басталады, және ол 1 шілде күні түнгі сағат 12-ден бастап таңғы сағат 6:50 минутқа дейін жол жүрді. Яғни біз қосамыз 6 сағат және 50 минутты. Енді минутты қосайық, 15 пен 50-ді қосақ бізде 65 болады. Яғни 5 минут және ол 1 сағат 60 минут болып айналады. 1 мен 6-ны қоссақ 7, және тағы да 1 сағат осы минуттан пайда болған, яғни 8 сағат. 8 сағат 5 минут бойы осы Астана Павлодар жолаушылары пойызбен келген.